Бүгінгі видеомызда сөз болатын оқиға бүкіл елді таң қалдырды. Полиция кішкентай ғана қулықтың арқасында қылмыскерді қылмысын мойындатуға дейін жеткізді. Барлықтарыңызға сәлем. Егер де сізге осындай форматтағы видеолар ұнаса, бізді қолдау мақсатында лайк басып арнамызға тіркеле кетулеріңізді сұраймын. Ендеше, сіздермен бірге QRF ұжымы бүгін біз Рэнди Бейкердің өліміндегі оқиғаны қысқаша баяндап береміз. Оқиға 2017 жылы Рэнди Бейкер есімді жігіттен басталады. Өзінің 59 жасына дейін ол басқаша өмір сүрді. Жас кезінде ұзақ уақыт криминалды топтармен байланысып, нашақорлықтың арбауында жүреді. Осының бәрі Рэндиді темір тордың арғы жағына тоғытуға көмегін тигізді. Алайда түрмеден шыққаннан соң үлкен жасқа жеткен Рэнди есірткіге тәуелділіктен арылу үшін ем қабылдайды. Ем қабылдап болғаннан соң тіпті басқаларға да бұдан арылудың кеңестерімен бөліседі. Соның бірі Келли есімді Рэндидің жиені еді. Видеомыздың басты кейіпкерінің бұлай өзгеруіне оның қызы Бетти қатты әсер етті. Рэнди қызының бойжетуінің біраз бөлігін түрмеде болғандықтан өткізіп алды. Бетти оның бірінші некедегі қызы еді. Осы уақытын ол мотомен саяхаттауға немесе қызына көңіл бөлуге жұмсайтын еді. Оқиға орын алған уақытта Рэнди Келли Бейкер есімді әйелге үйленген болатын. What is your name? Kelly Baker. Okay, tell me exactly what happened. I just got home and I opened the door and my husband's dead on the floor. Do you think he is beyond any help? I don't know. I can't do it. I can't look. 2017 жылдың 16 тамызы 9:11-ге қоңырау түскен күн. Қоңырау соққан Келли Бейкер, Рэндидің қазіргі әйелі. Ол дірілді дауыспен жерде күйеуі Рэнди Бейкердің өліп жатқанын жеткізеді. Полиция келген кезде Келли есік алдындағы баспалдақта отыр екен. Түнде жұмысқа шығып, таңертең үйге келген ол Рэндидің қан-қан болған өлі денесін көреді. Рэнди дәл есіктің алдында жатыр. Қасында сол жердегі мейрамхананың пакеті болды. Ол үйге кіре салысымен өліп кеткен секілді. Әйелінің айтуы бойынша, оның жүрегінде мәселе болған екен. Жүрегіме мәселе 30 жасында Рэндиді тоқ соққаннан кейін пайда болыпты. Есірткілерді жиі қолданып, ол жағдайын одан бетер нашарлатып алады. Солай тіпті жүрген жерінен есінен танып қалуды да шығарды. Соңғы бір ай ішінде бұндай сәт 5 рет орын алған екен. 5-ші рет талып қалғанда Рэнди көлік айдап келе жатқан еді. Қуанышқа орай жігітке түк болмай, көлікке кішігірім зақым келген. Ал қазіргі жағдайға тоқталсақ, барлығының ойы Рэнди үйге кірген уақытта есінен танып, басын соғады да мерт болады. Полициялар да осы шешімге қосылар еді, бірақ Рэндидің көлігі гаражда да, сыртта да болмады. Бұл үлкен күдік туғызды. Мүмкін ол апаттан соң көлігін жөндеуге тастап кеткен шығар. Алайда олай емес. Өйткені Рэнди қасында жатқан пакетті алған мейрамхананың камерасына түсіп қалған. Сонымен қатар әмияны да жоғалып кеткен. Бұл дәлелдер арқылы Рэндиді байқаусызда мерт болды дегенге келтіруге бола ма? Қиын. Полициялар экспертизаның нәтижесін күтумен болды. Детективтер осы уақытта Рэндиге қатысы бар адамдардан тергеу алады. A very good counselor, and he wanted to change and help these people. Counselor, I just want to know if somebody got released, because if Randy didn't go to prison, he must have not done. Do you have any life insurance policies or anything like that? Yeah, there's actually 2 that they're $5,000 each, so it's totally $10,000. Okay. Рэнди қаза тапқаннан 2 күн өткеннен соң медициналық экспертизаның нәтижесі дайын болады. Ол жерде жігіттің денесінен қарудың 2 ізі табылды. Бір қызығы 2 оқ 2 түрлі. Яғни оқтар әр түрлі тапаншадан атылған. Бірақ не үшін? Детективтер бұл істің негізгі кілттік көзі Рэндидің көлігінде деп санады. Егер де оның көлігін тапсақ, қылмыскерді де табуға болады деген шешімге келеді. Бұл іс оңайға соғу үшін полиция бақ өкілдеріне хабарласады.
Арадан 2 апта өткеннен соң Рэндидің көлігі Фейсбукте сатылымға қойылғаны анықталады. Постты салған адам Рэндиге мүлде қатысы жоқ бір әйел екен. Тергеу барысында ол барынша ақталып, көлікті небәрі 3 күн алдын ғана сатып алғанын айтады. Әйелдің сөздері шындыққа сәйкес келеді. Өйткені Рэнди мерт болғаннан кейін көлік өз иесін бірнеше рет ауыстырған. Полиция ары қарай көліктің барлық иесін жеке-жеке тергеуге шақырады. Бір уақытта ол адамдардың ішінен таныс есім пайда болады. Ол Рэндидің апасы Кэрол Бейкер. Істің шешімі табылған секілді. Бірақ олай емес. Кэролдың құрбысы Рэнди өлген уақытта ол менімен болды дейді. Бір қызығы, әйел жағдай орын алғаннан кейін өте жылдам уақытта оқиға орнына жетіп келеді. Логикаға салып қарасақ, қылмысты Кэрол жасамаған көрінеді. Алайда ол қылмыскердің кім екенін білуі қажет еді ғой. Білмейтін болса, көлік оның қолына қалай түсті? Детективтер ары қарай да қазбалап, Рэндидің әйелі Келли өтірік айтқанын анықтайды. Ол тергеу барысында Рэндидің сақтандыру қаржысы 2 компаниядан $10,000 деген еді. Шын мәнісінде бұл сома 6 компаниядан $120,000 көлемінде болған екен. Рэндидің әйелі Келли мен апасы Кэрол күнде телефонмен сөйлесетін жақын құрбылар. Бұл дегеніміз, ол екеуі басты кейіпкеріміздің өліміне қатысы бар болуы мүмкін деген сөз. Алайда қарудан оқтатқан олар емес. Тағы бір жасырынып жатқан кейіпкер бар секілді. Келли мен Кэролдың телефонмен сөйлескендегі сөздеріне қарап, шынында да күдікті адам деуге болады. Бірақ толықтай емес. Өйткені екеуі қылмыс туралы жеке кездесіп сөйлескен болуы мүмкін. Рэнди өлген соң, апасы Кэрол оның мотоциклін ұлы Келлиге береді. Бұл жерде кішігірім ескерту. Кэролдың ұлының есімін Рэндидің әйелімен шатастырмас үшін мен оны достары атағандай Гриз дейтін боламын. Кэролдың мотоны неліктен баласына бергенін талқылап өтейік. Бәлкім, қылмысты өзі жасап, детективтерді шатастыру мақсатында бұл ойынға өзінің ұлын да араластырған шығар. Түсініксіз. Қиын әрі күрмелген оқиғаның шешімін табу детективтерге сәл қиынға соқты. Алайда олардың басына бір уақытта керемет ой келеді. Кішкене қулықты араластыру арқылы Рэндиді кім өлтіргенін табу. Полиция Келлиден алған алғашқы тергеуде ол айтқан болатын. Рэндидің өліміне оның өткен шағындағы әлде біреулер қатысы болуы мүмкін деп. Сол себепті полиция оны екінші рет шақырып алып, алдына 6 есірткі саудасымен айналысқан адамның фотосын қояды. Келлидің мақсаты күйеуі өлместен бұрын осы тұрған 6 адамның ішінен қылмыскер деп ойлайтын адамның номерін сызып көрсету. Келли ойланып тұрып, екінші фотодағы адамды көрсетеді де, мен осы екеніне 100% сенімдімін дейді. Полицейлер осыдан соң Келлиді үйіне қайтарып жібереді. Ал ертеңіне болса, Рэндидің апасы Кэролды тергеуге шақырады. Детектившер барлығын ойластырған. Келли кешке Кэролға хабарласып, екінші номердегі адамды көрсеттім дейді. Бірақ Кэрол тергеуге келген уақытта, екінші номердегі адамның орнына оның баласы Гриз тұрған болатын. Кэрол мені ол сатып кетті деп ойлап, бар қылмысты өзі-ақ мойындап береді. Осындай қарапайым ғана айланың арқасында полиция қылмыскерді қолға түсіреді. Why did she feel she had to murder Randy Baker? Said he never leave her alone. That was the plan. That Kelly Razor was going to shoot and kill her. Is that correct? Or some other way. Okay. I think I need an attorney. You do? Okay. Well, you're under arrest for first-degree murder and conspiracy. Келли, Кэрол және Гриз бұл қылмысты бірігіп жасаған. Соңғы уақыттары Келли мен Рэндидің арақатынасы нашарлап, екеуі бөлек тұруға шешім қабылдаған. Келли оның көзін құрту арқылы оған тиесілі үйді және сақтандыру қаржысын иеленгісі келген. Кэрол бұл іске өзінің ұлын да араластырып көмектескісі келеді. Бұдан пайда Рэндидің мотосы мен $10,000. 7 ай бойы Гриз қылмысы бойынша үнсіздік сақтап, ақырында барлығын айтып береді. Шын мәнісінде Гриз оны өлтіргісі келмеген.
Тек оған анасы Рэнди нағыз жынды, бұлай жалғаса берсе бізге тыныштық бермейді деген. Екі түрлі оққа келетін болсақ, Гриз өзімен бірге әрдайым екі түрлі пистолет алып жүреді екен. Осы арқылы ол полицияларды шатастырмақшы болған. Келли мен Кэрол Рэндиді өлтіру үшін бірнеше рет тырысып көрген. Жоғарыда айтқанымыздай, соңғы бір айда Рэнди есінен 5 рет танып қалған еді. Бұның себебі Келли мен Кэрол оның тамағына түрлі дәрілер салған екен. Сотта Келли мен Гриз өз қылмыстарын мойындайды. Ал Келли болса, менің бұған түк қатысым жоқ деуін тоқтатпайды. Ақырында Келли мен Гризге мәңгілікке бас бостандығынан айыру туралы, ал Кэролге 30 жыл уақыт береді. Осымен видеомыз аяқталды. Еңбегіміз үшін лайк басып, арнамызға тіркеле кетіңіздер. Комментке видео туралы ойларыңызды қорытындылап жазып кетсеңіздер болады. Ендеше, сіздермен бірге болған және әрдайым бірге болатын QRF ұжымы келесі видеоларда кездескенше.